Егер жалғызсырап жүрсеңіз, адам кейде жалғызсырап, ешкімге бір керексіз болғандай күй кешеді. Айналасындағы адамдардың барлығы теріс айналып кеткендей болады. Ол оған қайғалып келеді. Ал енді ойлаңызшы, дәл осы сәт сізге ашылған үлкен бақыттың есік екендігін көп адам білмейді. Ал оның жауабы не? Жалғызсырау сезімін неге салды Аллах тағала сізге десеңіз, онда Ибн Атаулла рахимахулла былай дейді: Аллах тағала сені өзінің жаратылыстарынан алшақтатып, жалғызсырау сезімін жүрегіңізге салатын болса, сізге өзімен жеке қалатын руханият есігін сізге арнайы ашуды қалағаны дейді. Ойлаңызшы, Аллаху акбар. Сізбен Алланың ортасында үлкен жақындық, рухани бір дәреже ашылғалы тұр. Сол арқылы Аллах тағала бүкіл жаратылысқа сізді мұқтажсыз қылып, тек қана өзіне ғана арқа сүйейтін биік дәреженің иесі қылғалы тұр. Енді осыдан кейін де жалғызсырау сезімі сіз үшін қайғы ма?